Бастасам ертегіге кеттердің алпамыстан бастасам алталашты айналдым. Алды құрмақ көтердің Шыңғыс ханнан бастасам шыңғысыңа жетірмін. Қоғамның қолы көп болды, жеті судан жаттады, бар жақсыдан толап жет зорлық қып алған көп қалды. Әлгі жанға айдаттан қол аяғын кесендеп, көндегендерді байлатты, қауыз үнлерді жармаған, сұлуларды зорлықты арашар мүсірмекте жоқ, еліңді сөйді қорқақты. Ордабасыға келіп, отау тігіп, сұлуларды құшпақ болғана елді ақылынан адастырып, ару ұздардың көз жасын етегіне сорғалатты. Бұл жағдай халықтың ашу-ызасын тудырып отыр. Халық қамын ойлаған батырлардың жауға деген өшпенділігі өршіп барады. Ұлан байыр, ұлы даламызды осы күнге дейін ата-бабаларымыз қайтпас қайсарлығымен жауға қасқая қарсы тұрып халқын қорғап қалды емес пе? Сонда арамыздан сол қоқанға төтеп берер батырларымыздың болмаған ма? Ханем, неге болмасқа? Қоңырат ішіндегі байлар жандардан шыққан, Өзжардың көп көрісі атанған Қалдарбек ұлы Мұсабек батыр қол жинап, Қоқан бегі Мырзали мен оның жасауылдарын шабуға аттанып кетті. Жанында сенімді ерлері бар ма? Мұсабек батырдың жанында Мәделі батыр, Байбат, Рысқұлбек, Белес және тағы басқа ел сенімінде аттай білген ерлер бар. Мұсабек батыр көп жасақтың келмес екенін ескертіп, өзі 40 жігіт таңдап алып, 4 топқа бөлді. Мұсабек жандардан, Жаманғара Сары Құшырастан, Белес батыр Қайдауыл Құшырастан, Мәделі батыр Қожадан. Олар Мұсабектің адал серіктері. Жасағындағы қолы том аз екен. Жорыққанды жолдарымыз. Оғанем, жеңіс! Ой, бәрекелді! Қарадыңдар? Бәрекелді! Оғанем, Қоғанның бегі Мырзалидың 200-дей қорғаушы жасағы бар екен. Таңғы намазының алдында 4 топ, 4 жерден ұран айтып, жауға тиіп. Күн шығуға таянғанда Мұсабек батыр Мырзалидың өз қылышы мен өзінің басын кесіп, қара қасқа атты ойнақтатып шыққанын көрген Мырзалидың қалған жасақтары батырға бас иді. Осылайша Қоқан ханның Қоңырат тайпасына жасаған істеріндегі бір жола құрыды Ханем. Мынау сол Мырзалидың қылышы. Ерліге жарадыңдар батырларым. Мұсабек, мынау қылышты өзіңе сыйға тартады. Енді сен түмен басын басқарып болайыз. Ел намысы үшін басымды иіп, ант етемін.